Bismillah. Барлық мақтау мен мадақ күллі жаратылыс жаратқан Аллахқа болсын. Оның елшісі Мұхаммадқа сансыз салауаттарымыз бен сәлемдеріміз болсын. Біз Қазақстан Республикасы Атырау облысы Мақат ауданы Мақат кенті орталық мешіттің жамағаты осы үндеуімізді Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлына жолдаймыз. Баршамызға мәлім, наурыз айынан бері карантиндік режим басталғалы, мешіттеріміз қазіргі таңға дейін, әлі күнге дейін жабулы тұр. Осы күнге дейін аптасына бір келетін жұма намаздары мен жылына бір-ақ мәрте келетін айт намаздарымызда еш ескерусіз қалды. Адам көп шоғырланады деген себеппен мешіттеріміз жабу қазақшыл дәстүрімізге де, мұсылманшыл сенімімізге де қайшы нәрсе. Азық-түлік дүкендері мен кейбір сауда-саттық орындарына, кейбір мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер және кәсіпорындарға санитарлық нормаларды сақтай отыр жұмыс жасауларына рұқсат бергеніңіздей, мешіттерімізге де сол санитарлық нормаларды сақтай отырып ашылуына рұқсат беруіңізді сұраймыз. Біз қазақ елі жүрегі иманда, тілі калимада болған халықпыз. Ел басына күн туып, қиын қыстау мезгіл болғанда керісінше мешіттеріміз ашылып, жаратқан Раббымызға дұға етіліп, құлшылықтарымызды бүтіндеуіміз керек. Біз сіздің ел басқарудағы билігіңізге қарсы емеспіз. Талабымыз мешіттер ашылып, жаратқан Раббымызға дұға етіліп, құлшылықтарымызды бүтіндеуіміз керек. Біз сіздің ел басқарудағы билігіңізге қарсы емеспіз. Талабымыз мешіттер ашылсын. Мешіттер ашылсын.